Ассалаумағалейкум, құрметті ауыл шаруашылығы арнасының көрермендері, құрметті ауылдастар, қалайсыздар? Сіздермен Ауыз агрокомпаниясының директоры және ауыл шаруашылығы арнасының авторы мен Сыбабегернар Маратбекұлы. Құрметті қандастар, бүгінгі видеода мен сіздермен өте пайдалы бір білімді бөлісетін боламын. Жалпы видеоның тақырыбы Нидерландының агродержаваға айналу құпиясы неде деп аталады. Жалпы Нидерланды деген қандай мемлекет? Нидерланды деген мемлекеттің жалпы жер көлемі Қазақстандағы ең кіші деп саналатын облыстардың бірі Түркістан облысының жер көлемінен 3 есе кішкентай. Соған қарамастан Нидерланды бүгінгі таңда картоп, пияз секілді күнделікті жалпы азық-түлікке пайдаланатын азық-түліктерді өндіруден әлемде бірінші орынды алады. Сонымен қатар қызанақ, қияр секілді көкөністер өсіруден екінші орынды алады. Ал жалпы азық-түлікті өндіру бойынша Қытай, ақш және Германия секілді алпауыт дамыған елдерден кейінгі 4-ші орынды алып тұр. Бұл деген сөз Нидерланды әлемдегі агродержава мемлекеттердің бірі. Ол осындай кішкене ғана жер көлемімен жалпы қалай ондай деңгейге жетті? Соның құпиясы неде? Мен соны жалпы зерттеп қарадым және оның құпиясы мына бір қысқа ғана сөйлемде жатыр екен. Яғни қолыңда бар жердің жартысын пайдаланып, қолыңда бар ресурстың жартысын пайдаланып, 2 есе көп өнім өндір. Мәселен, мынау көріп тұрған менің өзімнің есік алдымдағы жерім, мәселен, осы жер 4 соттық шығатын болса, мен сол 4 соттықтың жартысын, яғни 2 соттықты пайдаланып, 8 соттықтың өнімін алуым керек. Міне, құпия осыда жатыр. Яғни осыдан 20 жылдай бұрын 2000 жылдардың басында Нидерландта осындай реформа қабылданған екен, және сол реформаның барысында олардың үкіметі сондай ұсыныс тастаған. Яғни қолында бар ресурстың жартысын пайдаланып, 2 есе көп өнім өндір. Бір кездері Американың дамуына ықпал еткен Джон Кеннеди есімді президенттері де жалпы ұлтқа ұран тастаған еді ғой. Ол сол кезде былай деген. Яғни Америка бізге не береді емес, біз Америкаға не береміз деп әрбір американдық ойлайтын болса, онда біздің мемлекет дамиды деген. Ал енді Қазақстанның жалпы агродержаваға айналу потенциалына келейік. Мәселен, мына жерде міне өздеріңіз көріп тұрғандай 4 соттықтай жер бар. Жалпы 100 соттық бұл 1 гектар болады. Одан соң 10 гектар, одан соң 100 гектар, одан соң 1000 гектар. Одан соң 10.000 гектар, одан соң 100.000 гектар, одан кейін миллион гектар. Дәл сондай миллион гектардан бізде 60 миллионға жуық егістік жер бар екен. Ал жалпы ауыл шаруашылық жерлерінің жалпы көлемі 200 миллион гектардан асып жығылады. Ол деген сөз біздегі жалпы ауыл шаруашылық жерлерінің 30%, яғни егіншілікке арналған. Бұлайша айтқанда, Аллах тағала бізге осындай үлкен жерді нәсіп еткен және бабаларымыздың қан мен тер төгуінің себебінің нәтижесінде бізде осындай жер қалды. Енді мен жалпы не айтқым келеді? Бұндай үлкен алпауыт жерлерді игермей тұрып, әрбір қазақ осындай өзінің үйінің аумағындағы жерді игеруі қажет. Мәселен, менде қазір 4 соттық болса, мен сол 4 соттықтың жартысынан, яғни 2 соттықтан 8 соттықтың өнімін алуым керек. Дәл осылай әрбір қандасымыз өзінің есік алдындағы үйін жалпы дұрыс пайдалануды үйренетін болса соны, ондай жағдайда біздің Қазақстан агродержаваға сөзсіз айналады. Яғни сол Нидерланды мемлекетінен біз үлгі алуымыз керек. Солардың тәжірибелерін пайдалануымыз керек. Бүгінгі таңда Нидерланды жалпы өсімдік тұқымдарын сату бойынша әлемде топ көшбасшы болып табылады. Яғни өзіңізде байқайтын шығарсыздар, голландиялық сорт, голландиялық тұқымдар деп помидордың, жалпы қызанақтардың, қиярлардың көшеттерін біз алып, олардың тұқымдарын егіп жатамыз. Бұл деген сөз Голландияның, Нидерландының агродержавалық әлеуетін дәлелдейді. Біздің мемлекетте сондай елге айнала алады, тек қана ең бастысы осындай әрбір үйдің аумағында бар 2 соттық болсын, 3 соттық болсын жерді тиімді пайдалану қажет. Және оны тиімді пайдалану үшін біліммен пайдалану керек. Мен алдағы уақытта Алла бұйыртса осы өзімнің үйімнің айналасын қалай 1 квадрат метр жерін қалдырмай тиімді пайдаланғанымды видеоға түсіретін боламын. Сонымен қатар ауыл шаруашылық арнасында жалпы Қазақстанда агродержаваға айналдыруға көмек беретін өте пайдалы видеолар шығатын болады. Сол себепті біздің арнамен бірге болыңыздар. Егер видео пайдалы болған болса, видео ұнаған болса, лайк басыңыздар, астына пікір алаңына пікір жазыңыздар, сұрақтарыңызды қойып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған ауыл шаруашылығы YouTube арнасының авторы және Ауыз агрокомпаниясының директоры мен Сыбабегернар Маратбекұлы. Сау сәлеметте болыңыздар.